35 жасар Тоха 20 жастағы Анелиямен бірге оңаша қалып, жарайды, басынан бастап айтып берейін. 35 жасар Тоха охранник болып жұмыс жасайды. Сөйтсе, бірақ жас қыздар өте қатты ұнатады. Әйелмен ажырасқан, осыдан 5 жыл бұрын. Тоха охранник болып жұмыс жасайды, өзі 35 жаста. Енді офиста ол охрана болып жұмыс жасайды жалпы. Сол жерде бухгалтер, экономист, жас қыздар көп болатын. Содан кейін Тоха әрбіріне көз салып қарап отырады. Негізінде жас қыздар енді Тохаға қарамайтыны белгілі. Жасы үлкен, оның үстінен охранник дегендей. Тоханың да үміті жоқ оларға. Жүрем-ау, сөйлем-ау. Әйтеуір амандасып қояды, қалайсыз, сәлеметсіз бе, қалайсыз, привет, ана-мына деп каждыймен. Кіргенде, шыққанда ауыр заттарды көмектесуге Тохаға айтты тек жұмыста. Содан ғана біледі. Бір күні ұйықтап жатса, Тоха жұмыстан кейін күндіз жұмыс істейтін. Біреу жаза береді, жаңағыдай WhatsApp-тан. Суреті жоқ, несі жоқ, сәлем, қалайсың, сәлем, қалайсыз. Сәлем, қалайсыз, сіз маған ұнайсыз, ана-мына дейді. Тоха түсінбейді, бұл кім? Достарыма мазақ қылып жатқан, ана-мына дейді. Кім бұл дейді? Танисыз мені деп жаза береді. Енді кім екеніңді айтсайшы енді. Еркексің ба, ұрғашысың ба? Деп Тоха айтады енді. Тоханың да үміті бар енді, бір нормальный қыз шығарау деген. Бірақ Тохаға кім жазады дейсің, охранник болса өзі. Қарапайым жігіт. Сөйтіп бір кезде Тоха қайттан жазсақ, игнорға тығып тастаған, жазғана бармайды. Звондаса өшік телефоны. Звондаса игнор қылып тастаған, телефон бармайды. Звонок та бармайды, занят болып тұрады сондай. Сосын Тоха жынданады, әбден бұл кім ол, не құтырып жүр деп ше. Дейді де ұйықтап қалады. Ұйықтап жатса, жұмысқа барса, Анелия деген қыз, жас 20-да, жас қыз, келіп, Тохаға келіп жұмыс уақытында, сәлем, қалайсыз дейді да тағы да. Сәлем, қалайсың деп күледі да. Тоха түсінбей, жақсы, өзіңіз қалайсың, анама дейді. Тоха что-то ойланып тұрады, бұл не, мені мазақ қылып жатыр ма деп. Жақсы, өзіңіз қалайсыз дейді. Аға дейді. Кешкісін боссыз ба дейді. Тоха әдемі жап-жас қыз келіп, Тохаға маған қалай айтып тұр, тем более мен охранникпін. Иә дейді, қалай, неге сұрадыңыз десе, бір кездесу керек еді дейді. Сөйтсе кетіп қалады. Сөйтсе, кездесек дейді, кездеседі кешке қарай, кездеседі, әйтеуір сөйлеседі. Сөйлескеннен кейін тамақ ішіп, кездесіп, кафеде отырады, сөйтіп өзін ана-мынау бір сіз маған ұнайсыз, үйтесіз, өте әдемі жансыз деп Тоханың құлағынан тиеді. Сөйтсе, жұмыстағы қыздар ақшаға спорласқан болған екен ғой. Анелия құрбылары сондай қомақты ақшаға спорласып, кім барып Тохаға әңгіме айтады, типа оны кешке шақырады, сонымен не қылады дейді. Типа бір кафеде отырып не қылса, жаңағы ақшаны алады. 200 мың теңге ма, 100 мың теңге, сондай ақшаға келіскен. Енді ол кезде біраз ақша енді. Сөйтеді, Анелия сөйтіп мен істеймін деп шыққан ғой. Сөйтсе бір кезде оны Тоха білмейді. Тоха мәз болып сөйлесіп, действительно мен ұнатып қалған шығар. Мен де әйтеуір бір деп үйіне барып, айнаға қарап, өз-өзінің түрін қайта мен де әлі біраз бар екенмін ғой деп ойлап қояды да. Тоха бейшара қайдан білсін оны мазақ қылып жатқанын. Сөйтіп кездесуге барған кезде нормально сөйлесіп сосын үйіне шығарып салады. Тоха бақытты болып қайтады. Сосын ертесіне Анелия хабарын алмайды Тоха келіп қалайсың десе, үндемейді, жауап бермейді кәдімгідей ше. Сәлем, қалайсың дейді, тағы айтады, тағы жауап бермейді, естісе де кетіп қалады. Сосын Тоха түсінбейді, не болды бұлар не істеп жатыр деп, не істеді бұл маған деп. Сөйтсе Анелия байрақ шығып айтады, аға дейді, негізі осындай спор болып еді қыздардың арасында, ренжімеңіз, ана-мынау дейді. Тоха бір түрлі болып кетеді ана жерде ше. Жоқ, қалжың екенін білгем негізі, иә түсінем ғой қалжыңды дейді. Күліп айтады да, енді ұят қой, енді қалай айтсын, ішінен бір түрлі болып кетеді. Сөйтеді бір кезде Анелия түсінесіз ғой аға дейді, иә дейді. Сөйтіп Тоха бір түрлі настроение жоқ, түрі кетіп қалған, үйіне қайтады сөйтіп. Жұмыстан кейін Анелия да үйге барады, бір түрлі болады, бірақ Тоха что-то елестей береді көзіне ше. Білмеймін, как-то приятно болып қалғанда, до того Тоханың қамқорлығы, есікті ашып бергені, әдемі сөздер айтқаны, жаңағыдай. Анелияға сол ұнап қалады кәдімгі. Анелия бір кезде басы айнала бастайды ше. Сосын Тохаға жазады ол қайттан. Сол күні жазбайды, 2-3 күннен кейін жазады, басы айналып. Сөйтіп Тохаға жазған кезде Тоха айтады, тағы да ойнайын деп жатсыңдар ма дейді. Ақшаға ма, просто қылмал айтып қойыңдаршы, мен біздер ақ көңіліміз ғой енді. Қайдан білек, осы жасқа келіп енді. Әрине енді үмітсіз шайтан дейді ғой енді. Үмітім бар, бірақ қайдам деген ой келеді дейді.
анеля жо серьезно осы керек дейді. Тоқа серьезно қалай дейді, мен мазақ қылмаңыздаршы өтініш дейді. Анеля кәдімгідей басы айналып қалады себебі Тоқа сияқты қандай жылу және сыпайы жақсы сөйлеген ұнайды да действительно Анеляға. Анеля соған басы қатып айналып, себебі көп жігіттерден ондай нәрсені приятностьті көрмейді, қалай екенін білмейді, басы айналып қалады соған. Сөйтеді де бір күн сол Анеля айтады, осылай кездесейікші ана. Сөйтіп сол жерде барлығын айтып береді, осылай негізі басында ойнап істедік дейді. Одан кейін білмеймін енді аға дейді, не айтсаңыз да просто мен айту керекпін, ішіме сыймай жатыр дейді. Білмеймін, ұнап қалған сияқты сізді қарай бергім келеді, сізге сөйлесе бергім келеді дейді. Тоқа енді біртүрлі көңіліне алып қалғанда тартпай қалған сияқты дейді, жарайды дейді. Сол бір сіз үйленбегенсіз ба или ажырасқансыз ба дейді. Мен ажырасқанмын дейді. Просто айтады, басыңыз бос шығар дейді. Иә, басым бос қой дейді. Енді сіз жас қыз, өзіңізден жас қыздарға қалай қарайсыз дейді. Мен мысалы үйленіп семьялы болуға дейді жақсы қараймын дейді, әрине қыз болып жатса дейді. Қыз Тоқа айтады, иә, енді білмеймін, главное масақ қылып прикол ұстап кетпесе болды дейді. Просто жақсы ниетте болғасын мен сұрап көріп жатқанмын дейді. Мен сол басым қатып айналып жатып, білмеймін, ойлануым керек, мен үйдің ішіне де айтуым керек дейді. Әке-шешеме айтуым керекпін деп айтады сол жерде. Тоқа кәдімгідей настроениесі көтеріліп кетеді. Сөйтіп Анеля келіп алып үйге тағы ойланады. Қой, ұмытайын дейді. Ұмытайын десе ойына келе береді қайта. Тоқа ше. Сөйтіп бір кезде басқа жігіттермен сөйлесіп береді. Басқа жігіттермен сөйлесіп тұрса Тоқадан ойлай береді да. Сосын бір кезде енді әке-шешесіне айтады, осындай жасы 35-те ажырасқан сол жігітке мен сөйлесейін деп жатырмын. Мамасына жаймен айтып береді. Мамасы айтады, енді мен ешнәрсе дей алмаймын, ажырасқанда не үшін ажырасқан, ол біреу ажырасқан екен деп жаман адам емес ол. Оның себебін білу керек, себебіне қарап жаман жақсысын білесің дегендей. Сосын бір кезде жарайды, сөйлесіп көр, бірақ шешімін айтпа дейді. Сөйтеді, Анеля барып сөйтіп сөйлесіп отношения құрып жүріп көрейік дейді. Сөйтсе Анеля онымен жүріп кәдімгідей отношения құрып жүрген кезінде Анеля кәдімгідей қуанып, өзіне өзі қайтадан кездесуге асығып шығып сөйтіп жүреді. Бақытты болып бұрын ондай жігіттермен сөйлесіп көрмегесін. Андай кәдімгідей бұрын жас жігіттермен, өз қатар жігіттермен сөйлескен, бірақ ондай емес, бірақ Тоқаға кәдімгідей байланып қалады да жаңа жерде. Сөйтіп Тоқамен сөйтіп кездесіп жүреді екеуі. 3 айдай жүреді. 3 айдан кейін сол 4-ші ай болып жатқан кезде Тоқа мен Анеля үйленеді ғой ақыр соңында. Сөйтіп балалы, шағалы, жақсы үлгілі отбасы болып қазір Алматыда тұрып жатыр. Міне көргендеріңіздей басында ойыннан басталған әңгіме, арты жағы осындай махаббатқа ұласып, екі адам үйленіп, Анеля да сол бақытты болып, жалпы адамдар, әйел адамдар, қыздар өзінің бақытын іздейді. Әйел адамдар сондай бір кісілерге тұрмысқа шығады, ұнасына болды главный өзіне. Енді мына не дейміз, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.